Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай достар? Жетістікке қалай жетсек болады? Егер де осы сұрақты өзіңізге қойсаңыз, сіз даму жолында жүрген адамсыз, жарайсыз. Жалпы адамның жетістікке жету жолы өте көп. Соның енді базовый деп айтса да болады. Яғни, егер де сіз сатушы болсаңыз, сату саласында жетістікке жеткіңіз келсе, онда базовый метод жұмысқа ерте келіп, ерте тұрып, күніңізді планировать етіп, әрбір клиенттерге хабарласып, күні бойы жұмыс істейтін болсаңыз, және де осы сату саласы бойынша кітаптарды оқитын болсаңыз, және сол сату бойынша семинарлар, курстарға қатысатын болсаңыз, және де жаңа білімдерді алып отырсаңыз, анау дым істемейтін адамнан, ештеңе жасамайтын адамнан сіз осып кету мүмкінсіз, осыларды жасайтын болсаңыз. Яғни өзіңіздің салаңыз бойынша білімдерді ала беріп, курстарды оқи беріп, көптеген әрекеттерді жасай берсеңіз, сіз Құдай қаласа жетістікке жетесіз. Жалпы сіз осы жетістікке жолын жетуде, сіз сол керекті білімді алу жолында кітаптарды оқи беретін болсаңыз, сіз сол бір кітаптан инсайт аласыз. Және де сол курстарды оқып, семинарларды оқып жүрсеңіз, сол семинар, курстардан сіз бір какой-то инсайт, пайдалы білім алып, соның өзіңіздің жұмысыңызға қолдана аласыз. Және де осы өзіңіздің салаңызда мықты болудың методикасын іздеп жүретін болсаңыз, сіз анау ештеңе талпынбайтын, ештеңеге үйренгісі келмейтін адамнан сіз озасыз, Құдай қаласа. Яғни бұл жерден біз түсінетініміз, адам бір нәрсеге жету үшін бір нәрсе жасау керек. Яғни сіз қазір дәл осы жерге жетіп отқан себебіңіз, өйткені сіз бұрындары осында бір әрекеттер жасап, осыған жеттіңіз. Яғни любой нәтижеге жету үшін ол бір какой-то кезінде әрекет жасағансыз. Сол әрекет көрінісі қазір болып жатыр. Брайан Трейси өзінің кітабында бір адамның өмірін үлгі қылып көрсетеді. Яғни бір ресейлік азамат Нью-Йоркқа сонша түскісі келеді, қанша виза алғысы келсе де аламайды. Сөйтіп виза алып Америкаға барады. Ол Нью-Йоркқа келеді. Нью-Йоркқа баратын кезде бір коробка киімі ғана болады. И келген кезде бір Америкада мини сондай Россия деп, маленькая Россия деген жер болады. Сол жерге барып қона бастайды. И және де пиццерияда доставщик болып жұмысқа кіреді. Сөйтіп ол түсінеді. Егер өз тағдырын өзінің қолына алмаса, онда ол үстіп жүре беретін түсінгендей болды да, сөйтіп кірісе бастайды екен. Америка ол мүмкіндіктер қаласы, мүмкіндіктер елі деп сенеді. Жалпы сол орыс азаматы Брайан Трейсидің лекцияларын, кітаптарын оқып, ағылшын тілін үйрене бастайды. Яғни сол бірінші жылы ағылшын тілін енді жайлап меңгеріп алған соң, ол полиграфияға сату маманы болып жұмысқа кіреді. Уже екінші жылдың уже аяғында таман, ол өте сондай бір, сол полиграфияда өте мықты нәтижелер көрсете бастайды. Сөйтіп өзі полиграфия ашады. И сол полиграфия ашқан кезде $2 миллион услуга қызметін жасайды. Жалпы нақты пайда $400 мың нақты пайда табады. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, ол жетістікке случайно жеткен жоқ, ол әрекет жасады. Әрекет жасап бір какой-то результатқа жетті. Жалпы қарайтын болсақ, Америкада көптеген кедейлер болды, бірақ көбісі сол кедей болып жағдайын жасап алған кісілер өте көп. Бұл жерде қарайтын болсақ, ол адамдар случайно жеткен жоқ бәрі. Олардың өмірінде олар қолға алып әрекет жасай бастады. Сондықтан біз жетістікке жету үшін құр күтіп отырмай әрекет жасау керек екенбіз. Яғни керекті білімдерді алып, керекті лекцияларды, семинарларға қатысып мүмкіндік болып жатса, и сосын әрекеттер жасау керекпіз. Жалпы осы, егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі видеолар әлі де шығатын болады. Бірге оқып, бірге дамиық. Бұл ескерту сізге де, маған да.